Сәлем оқырман. Бүгін қосылайық аруы басталған болатын. Қыздар өте үлкен дәрежеде дайындалған болатын. Сіздерге кім көбірек ұнады? Кімге өзіңіздің дауысыңызды бердіңіз? Енді фаворит тек менің ойымша Ақерке мен Айгүл сияқты. Және Аруна үштіктің ішіне кіретін секілді. Өте мықты таныстыру көрсетті. Енді қыздардың ойларын көрейік. Қандай ойда екен? Бірінші кезең таныстыру бітті. Қазір мен сол эфирден шыққаннан кейін тамақ ішуге келіп отырмын. Қолдап жатқан адамдардың саны өте көп екен. Прям өте қуанышты болып отырмын. Шыны керек, бұндай қолдау күтпеген едім. Сіздерге көптен көп рахмет. Даже қырғыз елінің адамдары, ол жақтың халқы прям қолдап жатыр. Қарақалпақстан, Өзбекстан баршаларыңызға көп рахмет. Мен қатты бір риза болып қалдым сіздердің қолдауларыңызды көріп. Ал Ақеркенің ойы қалай, көрейік? Бүгінгі нәтиже, бүгінгі таныстырудың нәтижесі тура өзімнің ойымдағыдан да асып кетті десем де болады. Аллаға шүкір, Алла деген енді барлығын көруші, көңілімізге қарай осылай бір бастамаң осындай болсыншы деп айтқан шығар енді. Енді Аллаға сансыз шүкір, қолдап жатқан адамдарға да үлкен рахмет. Қуанышым ұзағынан сүйіндірсін деп айтқым келеді. Бұны мен тоқтамаймыз. Әрі қарай да дәл осы темппен жалғасады бұйырса. Қыздарға сәттілік, тек алға, барлық қыздарға жеңіс тілейміз, мықты салат деген ойдамыз. Сіздерге кім көбірек ұнады? Кімге өзіңіздің дауысыңызды бердіңіз? Аруна қызым, тек алға саған сенеміз. Аруна танысуға қатысуға дейді. Рахмет, көп. Құрсын, бірақ енді сөйтіп деп қалған болды енді, типа басқа біреуге басқа айтып еді ғой, неге маған басқа айтты деген сияқты моменттер болды. Но енді құрсын істедім, табиғи дедім. Типа бұйырғаны осы, ладно деген.